Бүгінгі тақырыбымыз жарнама және коммуникация. Негізінде дизайнда коммуникация, жарнама және де тағы да басқа операциялар өте күрделі орын алады. Коммуникация құралдарының тез дамуы және тұтынушылардың шешімдері қабылдау және де тағы да басқа жұмыстардағы процестер әсер ету тәсілдерін өндірушілер мен сатушылардың және де басқа да тұтынушылардың белсенді ізденуші және де екінші жағынан жарнама ісіндегі өзінің белсенділігі, жарнаманың жаңағы сапасы, еңбекті бөлу үрдісінің күшеюіне алып келеді. Бұл жерде жаңағы неғұрлым жарнаманың жаңағы сапасы жақсы болған сайын, неғұрлым осы тұтынушылардың тартымдылығы, қызығушылығы арта түседі. Жарнама нарығы кез келген ел, мысалы мемлекеттерде, халықтарда, былай айтқанда компанияларда, олардың экономикасының неғұрлым серпінді дамып келе жатқан, мысалы тағы да басқа секторларының бірі және де өзінің жаңағы кәсібі болып табылады. Бұл ретте оның тауарлар нарықтарының өсуі және де тауарларының сапасының өсуі және де оның тұтынушыларға таратылуы, тұтынушылардың қамтамасыз етілуі осы жарнамаға және де жарнаманы жасайтын дизайнерлерге өте былай айтқанда тәуелді, өте былай айтқанда маңыздылығы зор. Өсу үшін маңызды үнемі алып келетін жаңағы осындай процестердің бірі болып табылады. Қазақстан Республикасының жарнама нарығы ұлттық экономиканың дамып келе жатқан сегментті болып табылады. Және де бұл ұдайы осындай жаңартуда, жаңағыдай жақсаруда, жетілдіруде осындай процестерменен тығыз байланысты. Жарнама нарығында болып жатқан өзгерістер көптеген факторларға байланысты, және де көптеген іс-әрекеттерге байланысты, көптеген және де жұмыстардың сапасына байланысты маңызды роль атқарады. Мақалада тауарлар мен қызметтер, тауарлар, ақпаратты тауарлардың маркетингтерінің арасындағы байланыс және дегі пікір алмалыс, былай айтқанда ғылыми жөніндегі және дегі шығармашылық жөніндегі ретінде жарнама түріндегі дамудың теориялық және практикалық ережелерін жинау және талдау негізінде жарнама нарығының жағдайы мен даму бағыты болып табылады. Бұндай іс-әрекеттер барлық мемлекеттердегі компанияларда экономиканың мысалы негізі болып келетін көптеген өндіріс орындарының бәрінде де осы шаралар қолданылады. Отандық және шетелдік ғалымдарының еңбектері статистика комитетінің статистикалық есептік материалдары, сондай-ақ тағы да басқа мемлекеттерде Ресей, Орта Азия, Өзбекстан, Қырғызстан, тағы да басқа Қазақстан Республикасының жарнама нарығының дамыту мәселелерін зерттеулермен айналысатын компаниялардың осындай бағдарламалардың маркетингтік агенттігінің талдамалық есептері, солардың жұмыстары арқылы осындай іріктеу, анықтау деңгейлерін мысалы болжау, осындай жұмыстары жүзеге асырылады. Және де жүзеге асырылуымен қатар үнемі зерттеудің үстінде
осындай жұмыстар атқарылады. Қазақстан Республикасының жарнама жарығының құрылымдары өзгерістер жалғасуда және болашақта бюджеттердің қайта бөлу, интернет және де басқа да желістердің және де пайда болуы, жарнамалардың пайдаланысы және де тағы да басқа іс-шараларға қолданылатын тағы да болашақта болатындарын атап өткен жөн. Зерттеу нәтижелері бойынша біздің ойымызша жалпы барлық бағыттар бойынша атап өтілген жаңағы экономикалық, жарнамалық және де тағы да басқа көптеген бағыттарда бұлар өздерінің тиісті орындарын алып отырады деген ойдамыз. Назарларыңызға рахмет.